Hürmetli şagirdler, biz dersimizi başlayız. Edebiyatda okuduğu әдістемесі. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылыми пән екендігін, теориялық методологиялық негіздері, екінші қарастыратын мәселеміз философия, тарих, тіл білімі, эстетика, тағы басқа ғылым салаларымен байланысты. Үшінші, әдебиетті ғылым және сөз өнері ретінде оқыту әдістемесінің дидактика, әдебиеттану, тарих, музыка, өзін-өзі тану, тағы басқа ғылым салаларымен сабақтасты. Әдебиет әдістемесі педагогикалық ғылымдардың саласына жататын ғылыми пән. Мұның қамтитын объектісі қарастыратын мәселелері мектепте әдебиетті оқыту сабақтары кезінде мұғалім мен оқушылардың өзара қарым-қатынасы болып табылады. Ол педагогика ғылымы теориясының жалпы қағида ережелеріне сүйенеді. Бірақ әдебиет әдістемесі педагогика сияқты мектеп оқу тәрбие мәселелерін тұтас алып қарастырмай, тек көркем әдебиетті оқып үйрену негізінде оқушыларға берілетін білім мен тәрбие мәселелерін ғана өз шеңберінде алып баяндайды дейді көрнекті әдіскер ғалым Көшімбаев. Бұдан әдебиет әдістемесі ғылымы мен жалпы педагогика ғылымның өзара байланыста болатынын көреміз. Әдістемеліктің қолданбалы ғылым екендігін және ол жалпы дидактиканың негізіне ала отырып, алуан түрге ене алатынын көрнекті педагог Жүсіпбек Аймауытұлы да айтқан болатын. Қазақ тілін, әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымының тарихында Ахмет Байтұрсынұлының көшбасшы болғаны белгілі. Байтұрсынұлының оқудың негізгі білімді өз бетінше алу екенін айтқан пікірлері әлі күнге дейін өзінің мәнін жойған жоқ. Бұл педагогиканың өзекті мәселесі болып отырған оқушының өз әрекетіндегі субъектілік қызметін арттыру міндетіне сай келеді. Ғалым өзінің 1928 жылы Қызылорда қаласында бастап шыққан тіл жұмсақ атты әдістемелік еңбегінде бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек. Мұғалімнің қызметі өздігінен алатын білімнің ұзақ жолы үшін балаға жұмысты әліне шағындап беру мен бетін белгіленген мақсатқа қарай түзеп отыру деп жазған. Ахмет Байтұрсынұлының бұл ойы бүгінгі қазақ әдебиеті әдістемесінің де негізінде жатады деуге болады екен. Аса көрнекті әдіскер ғалым Рыбникова, әдістеме дегеніміз уақытты үнемдей білу, оқушы үшін жігерін ақылмен жұмсау, оқу материалына негізгі және басты мәселелерді таба білу, сыныптың еңбегін ұйымдастыру шеберлігі, оқушылардың әртүрлі жеке әрекеттеріне ықпал етуді алдын ала ұйымдастыру деп әдістеме ғылымында анықтама берген екен. Әдістеменің жалпы құрылымы жайында Голубков былай дейді: қай пән бойынша болмасын, барлық әдістеме оқытушы жұмысының ұсынымдарын, материалдарын және әдістерін қарастырумен өзара ұқсас. Сондай-ақ олар не үшін, нені және қалай деген үш негізгі сұрақтарға жауап береді деген екен. Әдебиет пәні оқушыны өнер туындысын тануда қажетті біліммен, біліктілік дағдыларымен қаруландырып, онда көркем бейнені қабылдауға қажетті сезім сергектігін, шығарманың мазмұн мен түр бірлігінде көркемдік тұтастықта қабылдай білуді, шығармада кескінделген мінездер сырын, шығарма идеясын, жазушы позициясын шығарма арқауына сүйене отырып ашуды, өзіндік ой толғамында дербестік, идеялық көркемдік құндылығы жоғары туындыларды ғана қалайтын талғампаздықты, көркем туындыларды салыстыра отырып қарастыра алу біліктіліктерін қалыптастыруды көздейді екен. Жалпы әдебиет әдістемесі жаңа жоғарыда айтқанымда барлық ғылым салаларымен байланысты екен. Соның бірі тарих ғылымымен байланысты. Қай халықтың көркем әдебиеті болмасын, сол халықтың тарихымен байланысты болып табылады. Мектепте қолданып жүрген пән бағдарламасында берілген әдеби шығармалар тарихи хронологиялық ізбен орналастырылған. Тарихи әдебиеттік түсініктер ақын жазушылардың өмірбаян етуіне байланысты толықтырылып отырады. Сынып жоғарылаған сайын оқушылардың тарих жөніндегі ұғым түсініктері бірте-бірте күрделенеді. Қазақ әдебиетінің әр дәуір, әр кезеңдегі әдеби құбылыстарын жан-жақты ашып көрсетуде, дұрыс мағлұматтар беруде Қазақстан тарихы ғылымының орны ерекше. Мәселен,
19-cu əsrdə Qazaxstanda tarixi жағдай, Höküy Ordasında Patça hökumətinin ortaçılıq siyasatına qarşı götürülən ulk azadlıq götürülüsü söz bolğanda, onun başçıları İsatay Qaymanoğlu men Muhammed Ökemesov turалы айтылғанда, оның тек көтеріліс başçısı емес, ақындығымен, жалынды сөздермен халқына қызмет еткені де айтылады екен. Тіл білімімен де байланысты. Көркем әдебиет сөз өнерінің туындысы болғандықтан, стиль мен тіл бір-бірімен тығыз байланысты болғанымен, бір нәрсе емес. Көркем шығарманың идеялық тақырыпты мазмұнын, оқиғаны дамыту, адам характерін ашу, шындықпен астастыра суреттей білу тағы басқа барлығы да тілдің күші арқылы іске асады. Тіл көркем әдебиеттің бірінші элементі болғандықтан, әр жазушы өзінің ой өрісіне сай пайдаланады. Тіл көркем туындының талдауға жататын құрамды элементтерінің бірі болғандықтан, жазушы тілі де, кейіпкер тілі де шығарманың идеялық көркемдік мазмұнын ашудың басты құралы болып табылады екен. Сондай-ақ әдебиеттілікті әдістемесі эстетика ғылымымен де байланысты. Жалпы эстетика гректің эстетис деген сөзінен шыққан. Бұл сезімдік, сезіммен қабылдайтын дарындылық деген ұғымды білдіреді. Эстетика өмірді сезім арқылы танып білудің айрықша жолы. Сыншы Мұхамеджан Қаратаев эстетика әсемдіксіз зерттейтін ғылым десек, оны танытатын қоғамдық сананың ерекше саласы өнер. Өнер эстетика ғылымының негізгі нысанасы деп көрсетеді. Өнердің қоғамдағы орнын аша түседі. Сондай-ақ әдебиеттілікті әдістемесі психология ғылымымен де байланысты. Психология оқушының психологиялық ерекшеліктерін сипаттайды. Жоғары жүйке жүйесінің қызметі туралы ілімге сүйене отырып, ол оқытудың әдісі мен тәсілін психологиялық тұрғыда дәлелдеуге көмектеседі. Сөйтіп, қазақ тілін оқытуға байланысты әдістемелік мәселелерді дұрыс түсініп, практика жүзінде шешуге мүмкіндік береді екен. Сондай-ақ әдістеме педагогика ғылымымен де жалпы тұрғыда педагогика жас ұрпаққа білім беру, тәрбие берудің мәні, мақсаты, мазмұны, әдістері, құралдары мен ұйымдастыру түрлері туралы ғылым ретінде сипатталады. Дидактика педагогиканың маңызды бір бөлігі, оқытудың жалпы теориясы ретінде қазақ әдебиетінің әдістемесінің негізі болып табылады. Әдістеме дидактика ұсынған оқу принциптеріне, оқу әдістерінің теориясына сүйенеді. Мектепте қазақ тілін оқыту барысында ұрпақ тәрбиелеу проблемаларын талдап шешуге қатысады. Қазақ әдебиет сабақтарында берілетін тәрбиенің жолдарын тіл құралдары арқылы іске асыруды жан-жақты қарастырады екен. Жалпы алғанда әдебиетті оқыту әдістемесінің басқа ғылым салаларымен байланысты туралы осылай. Жалпы ғылымның барлық саласымен де, тіпті географиямен де, басқа да ғылым салаларымен байланысты екен. Назарларыңызға рахмет.